жетпес биікте көркем, сен мені жанартаудай өртедің. Қалай таныстыңыздар және бірінші көзқарастарыңыз? Ең бірінші танысқан кезіміз ол жұмыста өтті. УПРКО деген управление болатын. Соң бір күндері келсем, мүлде маған таныс емес, бір жаңа адам отыр екен. Соны кім екен деп қарасам, өзі бір адам жұмыс істеп, кәдімгідей жұмысқа беріліп отыр екен. Мен негізі өзім бір системаға жауап беретінмін, үлкен бір системаға. Сол жұмыс істеп отырған кезде өзінен өзі барлық жұмыс тұрып қалады. Не болды десе, сөйтсе мен жауап беретін система толығымен сынып, істемей, барлық жұмыс тұрып қалады. Сөйтіп не болды деп қарасам, ішінде жаңағындай өзгерістер пайда болған. Оны кім енгізді деп қарасам, Зайнулла деген фамилияны көрем. Сөйтіп атын іздесем, программаны толық сындырып тастаған, сол алуа өзі бір өзгерістер енгізіп, сол системаны сындырып тастаған болатын. Берген тапсырмамды қарап, ары қарай жұмысымды жалғастырып отырсам, бір кезде кабинетке Ерас кіріп келеді, қабағы шытылған, грозный походкамен, целенаправленно мен жаққа қарай келе жатқанын байқап тұрмын, бірақ мен олай ойламадым, артымда біреу тұр ма екен деп сөйтіп артыма қарап қоям. Мойындамаймын, өзімнің кінәлі екенін де сезіп тұрған жоқпын. Менен сұрайды, қалай сен емес, сенің фамилияң шығып тұр, сен болмасаң кім онда деп спорить еттік. Сосын жаныма отырып түсіндірді, сен мынаны істедің ба, бұлай істедің ба, дем, я істедім. Енді сен ғой сындырған деп түсіндірді менің не істегенімді. УПРКОда негізі туған күнді жақсы тойлатады, туған күн сайын келеді адамдар. Сол кезде негізі көзіме қатты түсті, себебі тілекті өте ұзақ айтады, көп сөйлейді, және де қазақша түсінбейтін бала қазақша бір 20 минуттай тұрып тост айтты. Мен ішімнен бұны неге үйтті екен, хотя бы қазақша түсінбесе, қазақша айт, бірақ қысқаша ғана айта сал, немесе ұзақ айтқың келсе, орысша ол түсінетіндей айтсын деп өзім сондай бір первое впечатление, неге өйтіп ұзақ сөйлейді екен, ұзақ тегі деп ой болды менде. Ең бірінші көзге түскені ол Алуаның розовый костюм болған болатын. Өзі қазірде сол кезде де өзі костюм киген жақсы көретін. Сол Барбидің жаңағындай киімін киіп алып, соны келтіріп жүр ма деп ойлағам негізі. Сол өзімен тұрсам, жаныма келді. Неге розовый болып киініп алғансың, неге официально киініп алғансың деп киімімді айта берді. Өзі сонда толстовкамен. Алғашқы кездесулеріңіз қалай болды? Инстаграмда отырып, подписаться деген кнопканы басып, сол кезде екеуміз сөйлесіп кеттік те. Қазір сөйлесіп отырып, мысалы осындай қызық әңгіме болып отыр. Екеуміз кездесіп, бірге жүріп сөйлесек қалай болады екен деп өзім бір ойда болдым. Сонымен екеуміз кездесіп, күнді жақсы өткізіп, одан кейін бірге қайтқан кезде 2 сағат бойы тоқтамай әңгімесін айтып, ол әңгімесін мен де өте үлкен қызығушылықпен тыңдадым. Мүлдем бір минутқа болсын әңгімесі тоқтаған жоқ, тоқтамай сөйлей берді. Солай 2 сағат негізі қалай өтіп кеткен де байқамай қалғам негізі. Ата-анамен танысу қалай өтті? Маған Ерас алдын ала айтты, біз 7 май күні үйге апарамын, ата-анамен таныстырамын деп. Басында қобалжу болды ішімде, бірақ ішімнен бәрі жақсы болатын шығар, адамның ниетіне қарай ғой деп. Бірақ менен көбірек Ераста көбірек қобалжу болған сияқты. Кездесу күні негізі қобалжу болды, бірақ барлығы ойдағыдай өтіп, жақсы өтті кездесу. Үйленуге ұсынысты қалай білдірдіңіз? Ұзақ ойландым, қалай әдемі, ерекше бір ұсыныс жасауды. Атпен шығып, күн батарда сол таудың ең жоғарғы нүктесінде мен ұсынысымды жасадым. Сол жақта әрине өзімнің иә деген жауабын алдым. Негізі мен үшін өте бақытты күн болды. Ұсынысын қабыл алғаннан кейін біз семейный чат, Ерастарда семейный чат бар, сол жаққа хабарласып, видеоға түсіріп, ұсыныс жасадым деп көрсетіп жатты. Өте әсерлі, өте жағымды сезімдер болды. Жаным, сен менің шамшырағымсың. Сенің жаныңда болған әрбір сәтім мен үшін асыл. Менің жүрегім саған мәңгі ашық, ал махаббатым шексіз. Қайғы мен қуанышта, ауырлық пен жеңілдікте әрдайым сенің қолыңнан ұстап, сенің жаныңда болуға ант беремін.
Біздің сезіміміз жылдар өткен сайын күшейіп, шынайы махаббатқа айналатынына уәде етемін. Мені сендей түсінетін кім бар екен бұл өмірде. Сен менің жүрегімнің жалғыз иесісің. Өмірімнің әрбір сәтін сенің жанында өткізуге уәде берем. Қандай қиындық болмасын, қандай кез болмасын, қай кезде болса да, мен әрқашанда сенімен болам. Сенің күлкің менің бақытым, ал сенің қуанышың менің өмірімнің мәнінің бірі. Жан, сен менің өмірім мәнінің бірісің. Мен сені қашанда қолдап, махаббатымды мәңгілік сақтауға ант етемін. Мен мәңгілік сенің махаббатыңа адал боламын. Сен 15 жасар Алуаның армандағы адамысың. Жаныңда қандай уақыт болмасын, демеу болып тірегің болуға уәде беремін. Әнім әнге жалғасын деп келеді арман алға сүйреп. Менің кемем өрге жүрсе, сен қуандың алғашқы рет. Жарқын құшақ жайған айым, ниетіңе сай болайын.